Сабақтың тақырыбы жер туралы жалпы мағлұматтар және жер қабықтары. Оқу мақсаттары: жер ғаламшарының пайда болуын түсіндіру, жердің құрылысы мен құрамын атау, жер қабықтарын және олардың құрамдас бөліктерін сипаттау. Жер ғаламшарының пайда болуы. Жер шары күн жүйесінде орналасқан үшінші ғаламшар. Ол шамамен 4-4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Ғалымдардың зерттеуінше, жер шары өзге ғаламшарлармен бірге өте үлкен шаң-тозаң араласқан бұлттардың сынықтарынан пайда болған. Жер ғаламшарының пайда болуы туралы ғалымдардың теорияларына тоқталайық. Ең алдымен Иммануил Кант теориясы. Иммануил Кант теориясы бойынша күн мен ғаламшарлар үлкен суық шаңды бұлттан пайда болған. Бұлттың бөлшектері үйінділер түзіп, уақыт өте келе олардың саны көбейіп, күн жүйесіндегі ғаламшарларға айналған. Жердің қалыптасуында күннің ешбір қатысы жоқ деген тұжырымға келген. Келесі Пьер Лаплас теориясы. Пьер Лаплас күн жүйесінің ыстық газ бұлтынан пайда болу теориясын алға тартқан. Газ суыған кезде ол сығылып, бөлек үйінділерге ыдырап кетеді. Олардың ең үлкені күнге, ал кішілері ғаламшарға айналады деген тұжырымға келген. Пьер Лапластың теориясын берілген суреттен де анық байқауға болады. Келесі Шмидт теориясы. Бұл ғалымның пікірінше, жерде, күнде өзіне қосып алатын қатты бөлшектерден пайда болған. Тартылыс күшімен бөлшектер күннің маңында айналып, нәтижесінде бұлттың қатты бөлшектері бір-біріне жабысып, ғаламшарлар пайда болған. Ал енді жердің ішкі құрылысына тоқталайық. Суреттен көріп тұрғанымыздай, жердің ішкі құрылысы жер қыртысынан, мантия және ядродан тұрады. Ядроның өзі екіге жіктеледі: ішкі ядро және сыртқы ядро. Жалпы ядро дегеніміз жердің ең ішкі қабығы. 2900 километрден астам тереңдікте орналасқан және радиусы шамамен 3550 километрді құрайды. Оның ішінде ішкі ядро 1300 километр болса, сыртқы ядро 2250 километрді құрайды. Мантия дегеніміз жер қыртысынан кейін орналасқан қалың қабат. 8-40 километрден 2900 километрдегі тереңдікте орналасқан ядроға дейінгі аралықты қамтиды. Жердің ішкі құрылысын берілген суреттегідей алмамен салыстыруға болады. Алманың сыртқы қабығы бұл жер қыртысы. Алманың жұмсағы ол мантия. Ал алманың өзегі бұл жердің ең ішкі қабығы ядромен сәйкестендіріледі. Ал енді жер қыртысына тоқталайық. Жер қыртысы жердің ең қатты және ең жұқа сыртқы қабығы. Жер қыртысы континенттік және мұхиттық деп екіге жіктеледі. Жер қыртысында өзендер ағып, ормандар өсіп, елді мекендер салынған. Далалар, таулар, шөлдер, түрлі өсімдіктер және жануарлар әлемі таралған. Ойпаттарында мұхиттар мен теңіздер, өзендер мен көлдер кездеседі. Келесі жер шарының қабықтары. Литосфераның жоғарғы қабаты, атмосфераның төменгі қабаты, гидросфера мен биосфера бірігіп, географиялық қабықты құрайды. Ол көптеген табиғи ресурстардың нәтижесінде пайда болған. Жер шарының қабықтары өзара бір-бірімен өте тығыз байланыста болады. Жер шары қабықтарына анықтама беріп өтсек, атмосфера дегеніміз ол ғаламшарды қоршап тұратын ауа қабаты. Ал гидросфера жер бетінің барлық сулары кіретін бөлігі. Яғни барлық мұхиттар, теңіздер, өзендер мен көлдер, жер асты суы мұздықтарының барлығы осыған жатады. Биосфера барлық тірі организмдердің таралған қабаты. Және соңғысы литосфера жердің қатты қабығы, яғни жер қыртысынан тұрады. Ал енді балалар тәжірибелік жұмыс жасап көрейік. Жалпы ауа барлық жерде, яғни суда да, топырақта да, жер асты қуыстарында да кездеседі. Бірінші тәжірибелік жұмыс коктейль сабанын стакандағы суға салып үрлеу керек.
Нәтижесінде ішінде көпіршіктер пайда болады. Бұл пайда болған көпіршіктер судың ішінде ауаның бар екендігін көрсетеді. Келесі тәжірибелік жұмыс: мөлдір пакетті алып, оны үрлеу керек. Кейін пакетті байлау керек. Пакетті байлағаннан кейін оның ішінде не бар? Ол ауаның бар екендігін білдіреді. Пакеттің ішінде ауа бар. Үшінші тәжірибелік жұмыс: шарды алып үрлеу керек. Кейін үрленген шарды қайтадан босатқан кезде біз оның ішінен ауаның шыққанын көре аламыз. Қорытындылағанда, жер шары шамамен 4 және 4,5 миллиард жыл бұрын пайда болған. Жердің ішкі құрылысы жер қыртысы, мантия және ядродан тұрады. Жер шарының қабықтары өзара бірігіп, географиялық қабықты құрайды. Атмосфера жердің ауа қабаты. Ауаның көп бөлігі жерге жақын орналасқан. Ал гидросфера жердің су қабаты. Жердің барлық су көздері кіреді. Литосфера жердің тас қабаты. Ол тау жыныстарынан тұрады. Ал биосфера барлық тірі организмдер таралған тіршілік қабаты. Бүгінгі сабақта біз келесідей оқу мақсаттарын қарастырдық. Жер ғаламшарының пайда болуын түсіндіру, жердің құрылысы мен құрамын атау, жер қабықтарын және олардың құрамдас бөліктерін сипаттау.